туған қазақ әдебиетінде бірінші орын алады. Ахмет Байтұрсыновтың арқасында санасыз түрде болмаса да, шын мәнінде орыстана және татарлана бастаған қазақ зиялыларының бір тобы дереу есін жиып, өз ағаттықтарын түсіне бастады деген Міржақып Дулат. Өзіне келгенде ауыл ақсақалдарынан бата алып, азан шақырып ақыл қойған. Жолдар көп, жәннатта да тарам-тарам. Оқ тиіп, оның ішінде ой түсіріп, бітпеген жүрегімде бар бір шағым. Көрнекті қоғам қайраткері, кешегі Абай, Ыбырай, Шолған салған ағартушылық, демократтық бағытты ілгері жалғастырушы ірі ғалым, көсем сөз шебері, әдебиет зерттеуші, түрколог, дарынды ақын аудармашы Ахмет Байтұрсынұлының туғанына 150 жыл толған мерейлі жыл. Ақ болсын, бақ болсын, кіршіксіз намысын, сен бермесең қайсар қазақ